Қарақалпақ қалқ ертеклері, ақ кеуілі жігіт. Bir күні bir жігіт жаптың жағасына барып бет қолын жуып, самаллап отырса, суда ығып баратырған бір алмаға көз түседі. Жігіт алманы алып, алманың ірілігіне, хош үрейлі иісіне мейірі қанып жей баслайды. Жігіт алманың жартысын жеген уақытта жігіттің басына ой келеді. Мен ғой бұл алманы ешкімнен сорамай жеп отырман. Бұлай еткенім қалай? Мүмкін бұл алманың бір жерлерде иесі бар шығар. Елі де болса да иесін ырза етіп жейін, деп жігіт алманың қалғанын қолына алып, жапты жағалап келе береді. Bir жерлерге барғанда жаптың бойында өсіп тұрған бағы көреді. Сол бағда бір түп алма жағыға күтә жақын өсіп тұрған екен. Бұл алма сірә ұсы бағдан шығар деп ойлайды жігіт. Баққа кіріп барса, алма қағып жүрген бір ғарыны көріпті. Жігіт ғары менен көрісіп, хал ахуал сұрасқаннан кейін өзінің не үшін бұл жерлерге келгенін айтады. Ғары жігіттің сөзін естіп, былай депті: балам, азанда алма қағып атырғанда бір алма суға түсіп кетіп еді. Сол алма шығар. Түрі біздің бағдың алмасына ұқсайды. Балам, сенің бұл ақ кеуіліңе ырзаман. Енді мына бағы қалегеніңше қыдыр, қалегеніңше же, депті. Қарының бұл гәпін есіткен жігіт: ата, сіздің ырзашылығыңсыз мен алмаларды жей алмайман, депті. Сонда қары ойланып тұрып бұлай депті: балам, менің екі аяғы екі қолы мешел, екі көзі соқыр, екі құлағы керең, тілі жоқ, сондай бір тақлеттегі қызым бар еді. Соны өзіңе некелеп үйленсең, сонда мен ырза боламан, депті. Жігіт сұраусыз алманы жегені үшін нәйләж бұған қайылшылық беріпті. Сөйтіп қары жігітке қызын көрсетсе, қызы ай десе аузы, күн десе көзі бар, аяқ қолы істейтұғын перизаттай қызды көреді. Сол уақытта жігіт: ау ата, сіздің бұныңыз қалай? Сіз маған екі аяғы екі қолы мешел, екі көзі соқыр, құлағы керең, тілі жоқ деп едіңіз. Ал бұл қызыңыз олай емес, ай десе аузы, күн десе көзі бар перизат қой. Мен бұл қызыңызды алмаймын, маған айтқан қызыңызды тауып беріңіз, депті. Сонда қары: бәрекелді балам, сізге менің екі аяғы жоқ дегенім бір мезгіл көшеге шықпайды. Екі қолы жоқ дегенім нәмәхрамның қолынан алмайды. Ал екі көзі жоқ дегенім нәмәхрамның жүзін көрмеген. Екі құлағы жоқ дегенім бір хасылдың сөзін естпеген. Ал тілі жоқ дегенім ешкімге қатты сөйлеп, қатты сөз айтпаған қыз еді, депті қары. Бұнан кейін жігіт қызға қосылып, қары үлкен той беріп, екі жастың хақ никасын қидырды. Бұнан соң жігіт қызды алып, жарты алманы бөлісіп жеп, ауылына қайтып, ұзақ бақытлы тұрмыс кешіріпті.